10 рет эко жасатып балалы бола алмаған әйел өзінің күйеуімен жетімдер үйіне келеді. Таңдап асырап алғысы келген баланың өз ата-анасы табылып, жоспары жүзеге аспай қалады. Сонда көңілсіз жылап отырған келіншекке өте мейірімді, қолы ашық кішкентай қыз келіп, жыламаңыз, онанша тәтті жеңіз деп кәмпит ұсынады. Содан бергі мейірімді қыз осы отбасының қызы. Қыз үнемі тамақты толық жемей, дастарханнан тұрып кетеді. Ойнамайды, үнемі бөлмесіне сұранады. Бәлкім шамалы жатырқап жүрген болар, біртіндеп үйренісіп кетер деп балаға түсіністікпен қарайды. Бір күні қыз терезесінен иттің дауысын естиді. Есік алдына шыққанда қуыстан әдемі итті тауып алады. Оны асырауға өзін асырап алған ата-анасы рұқсат береді. Кешке қыз итімен ойнап оған былай деп сөйлейді: тамақ енді жемейміз, шуылдап та ойнай алмаймыз, себебі бізді қайтадан асырандылар үйіне жібереді, тыныш дейді. Қызға тамақ әкеле жатқан өгей анасы естіп қалып, неге олай дейсің дегенде, қыз былай дейді: балар үйінде менің құрбым. Оны асырап алып кеткен адамдар, оны тамақ көп жейді, шуылдап ойнайды деп қайта келіп тастады. Мен тамақ аз жейін, шуыламайын, тек қана мені қайта апарып тастамаңыздаршы дейді. Осы сөзді естіген ананың жүрегі елжіреп, олай деме, сен менің қызымсың, сені ешқайда да апарып тастамаймын деп қызын құшақтап жылайды. Содан бергі қыз өте жақсы тамақтанып, аулада да үйде де емін еркін ойнай алады. Итін қатты жақсы көріп кеткен қыз, ол иттің жоғалып кеткен ит екенін және оны қожайыны іздеп жүргенін анасынан естиді. Анасы қайтарасың ба жоқ па, өзің шеш дегенде, қыз өткенде екеуміз ғана пикникке барғанда мен әкемді сағындым, сол сияқты итті де сағынып жатқан шығар деп қайтаруды шешеді. Басқа күшік алып береміз дегенге, жоқ, менде енді сіздер барсыздар және менің туылған күнім, ол сіздер мені асырап алған күн болсыншы дейді. Оны естіген өгей ата-ана жылап ақылына қайран қалады. Осы бір сүйкімді иттің арқасында қыз ашылып ата-анасына жақын бола түседі. Осы бір керемет сәтте қыз өгей шешесін анашым, ал өгей әкесін әкешім деп атайды. Киноның аты экран бетінде. Арнаға тіркеліп лайк басып қалдырыңыздар да күнделікті жаңа жақсы киноларды тамашалаңыздар.